Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен жүзімнің шырынын дайындайтын боламын. Арнама жазылып, лайк басып, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге осындай көп мөлшерде жүзім қажет болады. Енді жүзімімізді дайындауға кірісеміз. Ең алдымен қолымызға перчаткамызды киіп, жүзімімізді ағынды суда жақсылап жуып аламыз. Енді сол жүзімді жақсылап осылай тазалап аламыз. Тазартылған жүзімнің барлығын ыдысымызға салып, ағынды суда бір шайқап жуып аламыз. Біздің шырын дайындайтын жүзіміміз дайын болды. Енді осы жүзімнің шырынын шығарамыз. Ол үшін бізге осындай картоп езетін құрал керек болады. Барлық жүзімнің шырынын шығарып алғаннан кейін оны сүзгіштің көмегімен ыдысымызға сүзіп аламыз. Одан шыққан массамызды бөлек ыдысқа салып, үстіне тазартылған су құйып, сол массаны отқа қойып, 5-10 минут соғын шығарып тағы да қайнатамыз. Қайнаған массадан шыққан шырынды біз сүзгіштің үстіне марлымызды қойып, жақсылап тазартып сүзіп аламыз. Бізде осындай соғы шығады. Енді осы шыққан соғымызды бірінші массадан шыққан соғымыздың үстіне осылай құйып, бірге қосып, екеуін үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай әдемі сок шықты біздің жүзімімізден. Енді осы соғымызды отқа қойып, 5-10 минуттай қыздырып, астын қайнатып аламыз. Бетіне шыққан көбігін алып тастаймыз. Алдын ала стерилденген банкаларға жүзімнің соғын құйып шығамыз. Бізде шырынымыз дайын болды. Қыста өте сүйсініп ішетін боласыздар. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Қарлыға дәмді кеңестерден рецепт күтсеңіздер, арнама жазылыңыздар. Ас болсын.